атадан қалған асыл сөз. Байзақ датқа. Байзақ Мәмбетұлы бұрынғы Әулиеата шаһарынан 30 шақырым жердегі ауылда 1789 жылы дүниеге келіп, 1864 жылы қайтыс болған. Ел арасында Байзақ датқа айтыпты деген нақыл сөздер көп. Бүгін сіздердің назарларыңызға соның бірін ұсынамыз. Қаратау мен Алатаудың құз қиясына балапан салған бүркітті талай-талай көрген әкемес пе, Байзақ баласын ауыр да соңғы сыннан өткізбек еді. Сенің қанатың қатайыпты балам, ертемес пе көке? Жоқ балам, сен бүркіттің балапанын ұядан қалай ұшырғанын көріп пең? Талай көрдім. Көрсең айтшы. Бүркіт ұясын биік құзға, зәулім жартасқа желдің өтіне салады. Енді жетілдау дегенде қанатымен қағып ұядан итеріп түсіретті, өзі дереу жон арқасын тоса қояды. Жерге соқтырмай іле көтеріп әкетеді. Сөйтіп қақпалай көтере түседі, биіктей береді, сөйтіп алысқа самғайды. Мен де сол сияқты кәрі бүркітпін балам. Сен ұшуға жарапсың. Ұядан итеріп түсірердің алдында саған бірнеше сауалым бар. Мейманаң толып, кенерден асып шалқығанда не істейсің? Ата-бабамның қаны көп тамып, көздің жасынан қаратасы қақ жарылып, жаураттың арқасындай кең жотасы айқыш-ұйқыш, қасиеті мол, қайғысы көп, Қаратауға қарайым көке. Ал керісінше, көңіліңді мұң, кеудеңді шер басып, бәсеңдей түссең не істер едің? Онда көркемде сұлу, армандай асқар Алатауыма қараймын көке. Тынысың тарылып, өкпең қысылғанда не істейсің балам? Самал желді кең жазық далама қараймын көке. Сенің досың бар ма? Бар ғой көке, бар. Бірақ дос деген жақсы арман сияқты. Амандықты алыстан сұрап тілеуқор болып қияш жүреді. Алыста болады екен дос деген. Ал қасыңшы? Қасым мына мініп келе жатқан аттың айылы мен жалының астында. Үнемі шылауға оралып, қасымда жүреді. Қария біраз үнсіз қалды да сөзін қайта сабақтады. Саған басқа айтарым жоқ балам. Қасының қайда екенін білген, кім болса ол болсын, ұядан ұшуға хақ. Бірақ тағы бір айтарым, орыспенен дос болсаң, балталы бол. Сартпенен дос болсаң, қалталы бол. Бидің айтқанын құлда айтады, есті болса, ұлда айтады. Ботаның бодауына бураңды беріп жүрме. Шартық қошқар қой бұзар, шатақ адам той бұзар. Тіл астында тіл бар, піл астында зіл бар. Алла бетіңнен жарылқасын деп ризашылығын білдіріпті.